Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар, 2 сыныптың қазақ тілі сабағы 85-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 1-ші жаттығудан 5-ші жаттығуға дейін бірге қарап талқылайтын боламыз. Сабақтың тақырыбы сөз таптары. Сөз таптарын ажыратуды үйренемін, мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоя аламын деген бізде мақсат тұр екен. Ендеше 1-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы дейді. Нартай мен атасы көршісінің үйіне келді. Оларды құрметтеп төрге шығарды. Осыдан кейін үй иесі сәбиді алып келді. Сәбиге ат қою үлкен міндет, деп Нартайдың атасы сәбиді қолына алды. Оның құлағына «Сенің атың Ержан» деп 3 рет айғайлады. Сонан соң үй иесіне қарай бұрылып, енді Ержаныңды өз қолыңа алып, бесігіне апарып жатқыз деді. Басқа қонақтар Ержанның өмір жасы ұзақ болсын деп тілектерін айтып жатты. Серік Нұғман авторы мәтінді тыңдадық. Енді мәтін мазмұны бойынша бір-біріне сұрақ қойыңдар. Нартай мен атасы кімнің үйіне барды? Нартай мен атасы көршісінің үйіне барды. Оларды қалай қарсылады? Оларды құрметтеп төрге шығарды. Сәбиге атты кім қойды? Сәбиге атты Нартайдың атасы қойды. Оған кім деп есім қойды? Оның есімін Ержан деп қойды деп, біздер осылай бір-бірімізге мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қоюларыңа болады. Мәтіннен кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді теріп жаз дейді. Ендеше бұл жерде кім? Нартай, кім? Ержан, үй, не, сәби кім, ата кім деген сұрақ жауап береді, және бесік не деген сұраққа жауап беретін сөздер тұр екен. Ендеше осы кім, не сұрақтарына жауап беретін сөздерді теріп жаза қойыңыздар, балалар. Келесі жаттығуды қарайық енді. Келесі жаттығуда сөздерді оқы. Ата, салт дәстүр, қырық, үйренді, жеті, қызық, шілдехана, бесік, салды, үлкен, немере, жасайды, шақырды, қонақ, әже, кішкентай деген сөздер тұр екен. Енді сөздерді кестеге орналастыруымыз керек. Кім не деген сұраққа жауап беріп тұрған бұл жерде? Ата, салт дәстүр, шілдехана, бесік, немере, қонақ, әже екен. Ал не істеді деген сұраққа жауап беріп тұрған? Үйренді, салды, жасайды, шақырды деген сөздер екен. Қандай деген сұраққа жауап беріп тұрған? Қызық, үлкен, кішкентай деген сөздер. Қанша деген сұраққа жауап беріп тұрған? 40 және 7 деген сөздер бар екен. Кестедегі сөз мағыналарының әр басқа екенін және олардың қалай топтастырылғанын байқап, өзің қорытынды жасап көр дейді. Яғни бұл жерде заттың атын білдіретін сөздер, заттың қимылын, заттың сынын және заттың санын білдіретін сөздер екен. Сөздер мағынасына қарай бірнеше сөз табына бөлінеді. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім бұл сөз таптары. Яғни кім не деген сұраққа жауап беретін бізде зат есім, не істеді дегенге сұраққа жауап беріп тұрған етістік, ал қандай деген сұраққа жауап беріп тұрған сын есім, ал қанша деген ол бізде сан есім сөз табына жатады. Ендеше осы мәліметті анықтаманы есімізде сақтаймыз және жаттап алатын боламыз. Келесі жаттығу, 3-ші жаттығу бізде жас баланы қалай атайтынын тауып жаз дейді. Бұл жерде көп нүктенің орнына тиісті әріптерді қойып сөздерді жазуымыз керек. Сәби, бөпе, бөбек, балапан деп атайды екен. Ендеше жас баланы осылай атауға болады. Келесі жаттығуға қарайық енді, балалар. Бұл жерде кім сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек, не сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек топтап жаз дейді. Ойыншық, нағашы, ата, түлкі, жоғары, келді, қарға, тәтті, дәрігер, ұста, ұшты,
күріш деген осы сөздердің ішінен біздер кім деген сұраққа жауап беретін? Нағашы, ата, дәрігер, ұста деп алдық. Ал не деген сұраққа жауап беретін? Ойыншық, түлкі, қарға, күріш деген сөздерді алдық. Ендеше біздер бүгінгі енді 5-ші тапсырмаға келдік. 5-ші тапсырмада адам әңгімешіл әрі көп білетін кісі. Кеше інім екеумізге қазақ халқының 7 қазына деген ұғым бар. Сендер соны білемісіңдер дегенде тосылып қалдық. Сен қалай жауап берер едің дейді. 7 қазына қазақтың дәстүрлі дүниетанымдағы философиялық түсініктердің бірі. Қазақ халқы 7 қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырып, оның ұғымына мыналарды жатқызады. Ер жігіт сұлу әйел, құмай тазы, берен мылтық, жүйрік ат, ақыл, білім, қыран, бүркіт. Ендеше 7 қазынаға осыларды жатқызамыз. Есімізде сақтап, оны біле жүріңіздер. Құрметті оқырмандар, біздер осымен өзіміздің сабақтарымызды аяқтадық. Сіздер дейтін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.